Енді артынан келдік, міне өсіргі 12 бала болып жатыр. Міне 2-3 келін алдым. Аллаға шүкір. Енді тамырымыз кеңге жайылып, бір тайпа ел болып, Алланың қалауында осындай бір жақсы. Аллаға мың сан шүкір осыған жеткенімізге. Өзіміз келгеннен кейін Үргел, Өве, Жамбыл, Сәлді келді. Оның артынан Қали менен Үргел келіп жатыр, Саян менен. Ағамыз Нұрымхан, келгеніміз Мәри. Міне осындай жан-санымыз көбейіп, тамырымыз кеңге жайылып, осындай бір жақсылық. Алланың жақсылығын адам тоймай. Осыған Аллаға сан мың шүкір. Ек туғандарымыз Алла қабыл қылсын. Әрдайым отбасыларымызға Алла тағала берекет берсін. Артта қалған бауыр туыс, ағайын бауыр, құда жекжатымыз осы көктемнің астына жиналуды Алла насыпсын. Қазірбек дейтін балам бізден кейін келгенміне, бұныменен бізден 4 бала болған, Ризабек білен 5 бала болған, әкемдеп келді үшірге менің артынан ері. Осыған енді көптеп Алланың қуатында осындай жақсылық берекелер, осы дастарханымыз мәңгі жақсылыққа жайылып, тілеген тілек туғандарымыз Алла қабыл қылсын. Жақсылық болсын әрбір отбасымызда. Шуағым келді, Жазира келді, одан кейін Шуақ келіп жатыр, одан кейін Айсар келіп жатыр міне. Өзіме қарашта міне Үшкөл, Қызырбек, Ризабек дейтін баладар, Ризабек сол жақта үйленіп келді. Қызырбек осы жақтан үйленіп, келін алып, үшеудің ұрпақты болып жатырмыз, Аллаға сан мың шүкір. Алатаудың бөктерінде, Жамбыл ауданында осындай бір кең дастархан жайылып жақсылықта басымызды қосып, бүгін бір шат-шадыман болып жатқанымызға Аллаға сан мың шүкір, жақсылық болсын, осыны былай